Ассалаумағалейкум бауырлар. Куркуманың тамыры. Көрдіңіз бе, қандай қатты. Бұны бөлу оңай емес. Міне көрдіңіз бе, әрең бөлінеді. Міне осындай болады. Бұл нағыз таза өнімнің өзі. Бұны жаңағы ыстық тамақтарға қосады. Сосын шайға қосып ішсеңіз де болады. Мынау Азия, Индия, тағы да басқа ыстық жақтарда бұны өте жиі пайдаланады. Себебі бұл деген бактерияларды өлтіреді, жаңағы небір микробтарды өлтіреді. Ол ғана емес, бұның енді емдік қасиетін айтсаңыз, сағат-сағатымен айта беруге болады. Оны интернетке кіріп қарасаңыз, өзіңіз көзіңіз жетеді. Енді бұны бізге атап өтетін нәрсесі, бұл любой воспаленияны сіздің ағзаңыздағы соны азайтады, көзін жоғалтады да. Себебі әр аурудың өзінен воспалениядан басталады. Сол үшін мынау қолыңызды көтере алмай, жаңағы суставтарыңыз ауырып, аяғыңыз, тізеңіз ауырып, басқа да бір істік кетпей, сондайларды осы әйбәт емдейді, жақсы емдейді. Бұның тағы да айтатыны, бұл ана клеткаларымызды жаңа бұзылуына жол бермейді, бөгейт жолын. Өнеген жаңадан клетка пайда болуларына әсер етеді. Бауырымызды жақсы тазалайды. Профессор Неумывакин айтқанда, егер бауырыңызды бірінші тазалап алмасаңыз, ішек жолдарын тазалап алмасаңыз, онда басқа ауруларды емдейін деп ойламай-ақ қойыңыз деген сөздері бар. Өте дұрыс айтылған. Сол үшін мынау сіздер күнделікті ішіп жүрген сүтті шай ма, мейлі, соған қосып ішіп жүріңіздер. Мен алдыңғы видеоларымда талай көрсеткен болатынмын, әлі де көрсетемін. Мынау өте пайдалы нәрсе. Бұны аздан бірінші бастап, сосын кішкентай бір қасыққа дейін жеткізіп пайдалануға болады. Ақырын балаларды да үйреткен дұрыс. Үнемі осыны ішіп жүрген адам деген денсаулығы мықты болады. Мынау жаңағы воспалительный аурулар, жаңағы бауыр ауруы деген сияқты, кожный аурулар деген солардан сақтайды Алла қаласа. Сол үшін осыны пайдаланып, үнемі пайдаланып жүрген дұрыс болады. Бұны анау ыстық чайға, ыстық тамаққа қосқанда өліп қалады ғой витаминдері деп ойламаңыз, одан қорықпаңыз. Себебі бұны тексерген кезде 370 градусты көтеріп берген. Наоборот, бұның жаңағы пайдалы қасиеттері сол қызып жаңағы ыстық неге салған кезде көбейген. Білдіңіз бе? Бұның қандай керемет деген қасиеті, ең үлкен қасиеті сол. Мына куркуманың тамырын 12 сағат жылы суға салып қойдық. 12 сағат өтті. Енді шығарамыз. Судан шығарып, енді мясорубка салып оны тураймыз. Оңай емес, но тураға болады. Бір тарелка шықты. Енді бұны мұндай матаның үстіне төгіп, кептіріп қоямыз. Қазір міне кеш батты. Түн үшін ертеңге дейін, таңға дейін тұрады, кеуіп қалады. Сосын ары көрсетемін. Міне туралған куркумамызда кепті. Әйбет кепті. Енді бұны мына кофемолкаға салып, сосын кішкене қара бұрыш қосып тураймыз. Себебі қара бұрышпен қосылған кезде мынаның күші деген 1000 есе көбейеді деп әр жерде айтылған. Сол үшін ал қарап отырыңыздар. Кішкене қасықпен бір қасық жетеді. Мынандай осындай нәрсеге, бір тарелкеге де. Қалай да? Бәрін саласа. Міне куркумамыз майда болды. Енді осыны кішкене өздеріңізге қолайлы бір кішкентай банкіге салып қоясыздар, болды.
тамаққа қосып жүру керек. Қандай тамақ жасағаныңызда суыған кезде қайнап тұрған суға саласыз үстіне. Даже бешбармақ жасаған кезде де ақырын қосып көріңіздер, сонда әдемі болады. Плов жасағанда қоссаңыз, күрішіңіз сап-сары әдемі болып шығады. Енді өзіңіз үшін жасап көріңіз. Сосын чайға қосып ішсеңіз де болады. Бұны алдыңғы видеода бірінші бөлімде айтып кеттім. Бұның өте емдік қасиетінің ең күштісі ол денеміздегі, ағзамыздағы воспаленияларды снимать етеді, жоғалтады көзін, емдейді. Воспаление болуға жол бермейді. Яғни бізде воспаление болмай жүрсе, значит ауырмаймыз деген сөз ғой. Бауырды жақсы емдейді. Бауырыңыз тап-таза болса, шығылысыңыз да тап-таза болады. Басқа да емдік қасиеттер өте керемет. Оны интернетке кіріп, біліңіздер, өздеріңіз қарап.